күн достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап Айдара және оның жүргізушісімен Дина Төлеубек. Олай болса, біз бастаймыз. Ең бірінші Ақ жол есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе, елімізде әскери теңізші мамандығына оқытады ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе, елімізде әскери теңізшілерді 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институтының базасына дайындайды. Оқу ордасына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде математика және физика пәндерін таңдау қажет. Ал білім ордасына құжаттарды қабылдағаннан кейін кандидаттар психологиялық іріктеуден, түпкілікті медициналық куәландырудан, дене дайындығынан тексеруден және конкурстық іріктеуден өтетін болады. Осы салада білім алуға ниет білдірген жастарға сәттілік тілейміз. Келесі сауал. Сәлеметсіз бе? Мен келісімшарт бойынша әскери қызметшімін, шенім ефрейтор. Маған зейнетке шығуға 4 жыл жетпей тұр. Келісімшарт шекті жасқа дейін жасалған болатын. Сұрағым, келісімшартта 25 жылдық жалпы еңбек өтілі бар уақытқа дейін ұзарта аламын ба депті. Қайырлы күн, әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 25-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес. Жоғары кәсіптік даярлығы, атқаратын лауазымда жұмыс тәжірибесі бар. Және әскери қызмет өткеру үшін денсаулық жағдай жарамды. Қызметте болудың шекті жасына толған әскери қызметшіге өзінің баянаты бойынша уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы онымен әскери қызмет өткеру туралы жаңа келісімшарт жасасу арқылы әскери қызмет мерзімін 5 жылға дейін мерзімге ұзартуға алады. Былайша айтқанда командиріңіз сізбен тағы 5 жыл келісімшарт жасауға құқығы бар. Келесі Бақытжан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Қайырлы күн, келісімшартты аяқтамай құқық қорғау немесе басқа органдарға ауысуға болады ма дейді. Әрине болады. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 26-ші бабы 6-ші тармағына сәйкес сіз құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдарға ауысуға құқығыңыз бар. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.